Саламатсыздар ма? Даусым естіліп тұрса, сабақта бастайын. Принтер сурда. Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Қайырлы күн, естіліп тұр. Жақсы. Қазір момент. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Тексеріп алған бұл. Сіздердің алдарыңызда бүгін біз жасанды интеллект туралы өтетін боламыз. Яғни бүгін біздің алғашқы тақырыбымыз, сабағымыз жасанды интеллект қандай мүмкіндіктері бар, оның тарихы және онымен қалай установка жасап, қандай версияларын қолдану тиімді. Сол туралы әңгіме болады. Ал естіліп тұрса, жүрейік. Яғни мына суретке қарасаңыздар, бұл сурет бір дәл қазіргі заманауи өркениеттің дамуын, технологияның жетістіктерін көрсетеді, иә. Дәл осындай суреттерді біз көз алдымызға елестете алмай жатамыз кейде. Мысалға, проектілеу барысында, жобалау барысында біз осындай суреттермен жасаған дүниелерді қазіргі таңда студенттердің немесе мұғалімдердің өздерінің жаңа осындай жобалау барысында осындай суреттердің өте маңызды екенін білеміз. Яғни бұл сурет жасанды интеллекттің көмегімен жасалынған, яғни осы жасанды интеллект бізге не береді деген сұраққа жауап беріп көрейік. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз білеміз ба? Барлықтарыңыз естіген шығарсыздар, иә? Естімегендеріңіз бар ма? ChatGPT не екенін білмеймін дейтіндеріңіз бар ма араларыңызда? Жоқ деп ойлаймын. Барлықтарыңыз пайдаланасыздар, иә? Сіздерде барлықтарыңызда установка жасалынған ба? Мысалы, кіре аласыздар ма, қолданасыздар ма? Иә, кіреміз, қолданамыз. Енді бұл бізде кіріспе сабағы, сондықтан бүгін біз жасанды интеллекттің жаңағы қалай установка жасайды және қандай мүмкіндіктері бар екенін және тарихына шолу жасау. Жалпы бізде оны Алан Тьюринг деген жаңағы машина және интеллект атты мақаласында ең алғаш рет 1950 жылдары шыға бастаған. Жалпы жасанды интеллект қазіргі таңда қарқынды дамуда, білесіздер бәріңізде. Ол бізге не береді? Бізге виртуалды шындық жасауға, барлық бағдарламаларымыз цифрлық симуляциялар жасауға, платформа жасауға, сайт жасауға көмек береді, геймификация жасауға көмек береді екен. Енді біз қазір барлығыңыз осындай OpenAI-ды қолданасыздар ма? Яғни ChatGPT-ді. Егер қолданбаған,
иә, қолданамыз жоқ қолданамыз. қолданамыз барлықтарыңыз дұрыс бұл бізде бүгін кіріспе сабақ, сондықтан егер барлықтарыңыз қолданған болсаңыздар бір шолып өтемін. Араларыңызда бар болса айтыңыздар, қалай тіркелемін, қалай. Қазір ашып қойыңыздар, себебі біз тапсырма орындаймыз. чат Ал GPT-ді ашып қояйық па? иә, ал тіркелген болсаңыздар мен онда тез өте беремін. А, яғни мынау уже тіркелген. Егер де тіркелмеген болсаңыз, мысалға осылай шығады, ол 5 сұраққа дейін сізге жауап бере алады. Бұл тіркелмеген кезде. Ал егер де сіз тіркелген болсаңыз, сізде жаңағы 5 рет фотомен. ChatGPT-дің негізі платный версиясының 3 түрі бар. Яғни 3 түрінің ең стандарты ол 10 мың теңгелік стандарт. 10 мың теңгелігі сізге не береді? Яғни ешқашан қатесіз жауап беру мүмкіндігін аласыз 10 мың теңгелік арқылы, төлеу арқылы, жазылу арқылы. Және барлық фотолардың, видеолардың Word жаңағы кез келген форматта өзіңіздің файлыңызды сұрай аласыз. Қазір біз ChatGPT-дің өзіне кіреміз. Мұнда библиотека дегені бар. Және новый чат, сол жақтарында новый чат дегені бар. Сіздер ұялы телефонмен кіріп отырсыздар ма? Ұялы телефонмен кіріп отырмыз, соны қалай екі жақтан кіруді білмей тұрмыз. Иә, ұялы телефонмен қиындау екен. Екеуін бірдей, иә? Мені чатқа қосыңызшы қазір. Егер ұялы телефонмен кіріп отырсаңыз, сол жағында жаңағы екі нүкте болады. Екі нүктені бассаңыз, исследуйте чат GPT деген шығып тұр ма қазір? Немесе егер компьютермен кірген болсаңыздар, былай шығып тұрады. Мына версиясын басасыз. Ал егер де ұялы телефонмен кіріп отырсаңыздар, исследуйте чат GPT деп тұрады. Қазір мен чатқа скриншот жасап жіберіп отырамын. Егер осыны бассаңыз, сізде лучше предложение деген бар. Яғни бұл не береді? Лучше предложение деген не? Бұл жерде сізге қазіргі таңда ең көп қолданып жатқан жаңағы приложениялар. Яғни мұнда қарасаңыз бірнеше приложениялар бар, иә? Бұл ең көп қолданып жатқан. Енді производство деген, исследование анализ деген бар. Яғни сіз бір нәрсе жасағыңыз келетін болса, яғни бір презентация, немесе жаңағы сайт жасағыңыз келетін болса, сіз міне производствоның үстін басасыз. Исследование анализ дегенді бассаңыз, сіз уже жаңағы диаграмма, ғылыми зерттеу жұмыстарды, мысалға мен Алматы қаласының ауасының ластануының деңгейін диаграмма түрінде шығарып бер деген тапсырмаларды мен осы жердегі жаңағы біраз нелерге тапсырма бере аламын. Ары қарай жүре беретін болсаңыздар, образование, образ жизни дейді, программирование дейді. Енді біз қазір жай ғана новый чат ашамыз. Сол чаттан
бір өздеріңіздің тапсырмаларыңызға мысалы жылдық жоспар жасап бер деп тақырыптарыңызды жазыңыз да қай пәннен бересіз, соған жылдық жоспар жасап бер деген тапсырма орындайсыздар қазір. Және оны чатқа копировать етіп сразу Word түрінде жібересіздер. Егер кімде-кім білмейтін болса, мен соның қадамдарын үйрететін боламын. Сұрақ Тағы бір рет қайталаңызшы. Аха. Так. Тіркелмегендер үшін түсіндіріп жүрсеңіз болады. Мен чатты оқымаймын, сондықтан голосованиемен айтып отырсаңыздар сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды. Мен қазір тапсырма бердім, яғни өздеріңіздің пәндерің. Мысалы, мен химия пәніне мұғалім болсам, химия пәніне бірінші курстарға жылдық жоспар деген сияқты жоспар сұрайсыздар чаттан, чат GPT-ден. Сол жылдық жоспарды Word түрінде маған WhatsApp-қа жібересіздер. Егер де білмейтін болсаңыздар, мен сіздерге соны үйрететін боламын. Тағы да айтамын, мен чатты оқымаймын, тек қана WhatsApp чатқа жазыңыз, немесе жаңағы дауыспен айтыңыз сұрақтарыңызды. Саламатсыздар ма? Бұл жерде меніңше білмейтіндер отыр біразы. Білетіндер бұндай семинарға қатыспайтын шығар. Мен сұрадым, жаңа білеміз деп айтты, сондықтан мен сразу бастап кеттім. Жоқ, білмейміз, біз даже ссылканы таппай отырып қой, сіз жаңа айтқан. Саламатсыздар. Хорошо. Мен бір сұрақ қойсам бола ма? Қазір мен телефоннан кіріп отыр едім, қайттан ноутбукты да қосып алдым да, соны біраз жерін ести алмай қалдым. Ноутбукта chatgpt.com деген сайтқа кіреміз ба? Сіз Екеуін бірден қосып отырмын, телефонды да, енді экраннан көрініп тұр ма? Енді басынан бастайын, жарайды, білмейтіндер үшін. Сіз Open All деген сайтқа кіресіз. Мен чатты қазір мен сізге неге жіберейін? Түсіндім. Мынаны тересіз, кез келген браузерге мен сілтемесін жіберемін қазір. Жіберіңізші. Сіз соны тікелей жібердім чатқа. Яғни соны тересіз, сосын тіркелу түймесін басасыз, яғни sync up деп аталады, тіркелу несін басып аласыз, тіркелмесеңіз де болады. Сізде дәл қазір қандай кедергілер шығып тұр? Сіз тіркеліп жатырсыз ба? Тіркеле алмасаңыз айтыңыз, менен мынау сұрап жатыр, мынаны сұрап жатыр деп. Жоғары жақта войти, сосын кейін бесплатно зарегистрироваться деп шықты. Соны қайсы бесплатно дегенде ма? Қайсысын басамыз? Сіз егерде скриншот жасап, маған чатқа ортаға жіберіп отырсаңыздар болады. Мен кез келген сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Рахмет. Егерде тіркеліп алған болсаңыздар, келесіде сіздерде электрондық пошталарыңыз сұрайды. Егер Google мен компьютермен болса, обычный ноутбук болатын болса, сізде аккаунттарыңыз сақталған болса, оңай болады. Продолжить Google дегенді басайын ба? Продолжить с Google дегенді басасыз. Бастым, енді менен отмена продолжить деген шықты, сол продолжитті басатын сияқтымын. Контайн немесе продолжитті баса бересіз. Попробуйте еще раз, әріптес. Жоқ, жақсы, мен сіздің айтқаныңыз бойынша дұрыс келе жатқан сияқтымын, енді менің атымды сұрап жатыр. Мен сіздерге қазір айтам, бұның мүмкіндіктері өте көп. Телефонға установка жасабаңыздар, компьютерлеріңізге установка жасап, немесе дайындап браузерге қойыңыздар. Бүкіл қазіргі таңда кез келген сұраққа жауабын айтады. Жауабын өте тамаша береді. Психологиядан бастап, жеке тұлғалық даму, барлық салада, адамның барлық саласында қазір ChatGPT-дің орны өте үлкен. Кешіріңіз,
Мы не можем создать вашу учетную запись деп тұр. Не істеуге болады? Маған да солай шықты. Не кедергі? Скриншот жасап жібере аласыз ба? Жіберемін қазір. Жібереміз қазір. Менде спросите что-нибудь деп кірдім, болады ғой, болды ғой, Иә. Сіз осы жерден уже апталық жоспар сұрасаңыз болады. Маған бір әріптесім жіберіпті, земельное право Республика Казахстан деп, иә. Яғни осыны Word түрінде жасап бер деп тапсырма сұраңыз. Группаға жібердім. Қарап тұрмын. Не можем создать вашу учетную из-за наших... Сіз соглашение бермедіңіз ба? Берген сияқты. Сіз айтқан бойынша істеп келатырмын. Жаңағыдай қайттан шыға береді. Осы қызыл тұр ғой немен, сол сөз шығады. Или қайттан назад берейін ба? Назад беріп көріңіз. Мысалы, қараңыз, кез келген браузерге ChatGPT деп жазасыз, поискпен жазасыз, компьютеріңізде болса. Одан кейін сізде мынандай бірнеше түрлі шығады. Мен соның ақ түрін, екінші тұрған түрін таңдауды ұсынамын. Сосын келесіде осыны таңдағаннан кейін үстін басқаннан кейін мынандай экран шығады. ChatGPT-дің экраны шығады. Яғни ChatGPT-дің түрлері көп. Именно жаңа назад қайтадан артқаға қайтам. Кез келген браузерге ChatGPT, яғни браузер деген поискке осыны ChatGPT 4 деп жазасыз. Поиск дегенді басасыз. Мұнда поиск дегенді. Келесі, одан кейін ChatGPT-дің бірнеше түрлері астында шығады сізде. Жасыл түстегісі, көк түстегісі. Яғни мен сізге ұсыныс берем, екінші түрін таңдасаңыз болады. Негізі барлық түрінде таңдасаңыз болады әрине. Осының үстін басасыз, басқаннан кейін мынандай экран шығады сізде. Осы жерге дейін келдіңіздер ма? Қазір қайттан сіздің айтқаныңыз бойынша істеймін біраз. Келдік осы жерге дейін. Мұнда әлі тіркелмеген экран. Яғни сіз компьютерден кіргенде тіркелмеген экран шығып тұр. Осы экран шықты, бірақ та с чего начнем деген шығып тұр. Сізде басқа сөз шығып тұр ана жерде. Официальный GPT дегенге кір дедіңіз ба? Тағы бір қайталап жіберейін. Көк, ақ түстегісі. Екінші тұрған, соған кірдім. Немесе осылай кірсеңіз болады, немесе мен жіберген сілтемеге тікелей кірсеңіз болады. Сол кезде осы шығу керек сіздерден. Шығып тұр. Енді мұнда сіз кез келген тапсырманы мұнда да орындата аласыз. Тіркелмей орындата аласыз. Бірақ бұл 5 күніне 5 ғана рұқсат береді. 5 ғана бермейді. Ал егерде сіз без ограничения жасағыңыз келсе, ары қарай тіркелу керек бізге. Ол үшін тіркелуді басасыз. Регистрироваться бесплатно басып. Сосын сізден создать учетный запись деген сұрайды. Мұнда электрондық поштаңыз жазсаңыз болады, немесе продолжиться Google дегенді бассаңыз болады. Продолжить Google'ды басамын, мысалы мен. Аккаунтымызды сандаймыз. Автоматты түрде менде тіркеліп кетеді. Егер сізде пароліңіз сақталған болса компьютеріңізде. Енді тура расскажите нам о себе деген шықты, сол тоқтап қалған жеріміз қайтып шықты. День рождения сұрап тұр. Тіркеп көрсеңіздер жазып. Қазір соны қайттан көрейік деп тұрмыз. Сіз Google-мен жібердіңіз ба? Google-мен, Google-мен. Google-да өзіңіздің аккаунтыңыз ба? Өзім аккаунтыммен кірдім. Жоқ, Google-дағы аккаунт өзіңіздің ма? Өзімдікі. Тура жаңағыдай қызыл жазу шығып тоқтап қалдым тағы да. Менде де солай болды. Сіз атыңызбен сәйкес келмесе солай айтады негізі бұл. Атымыз Google аккаунттағыдай болу керек па? Соған ұқсас болу керек. Мысалы, кейбіреулеріңіз балаңыз ашып береді де, басқа аккаунт жазып қояды Google-да мысалы. Ол да мүмкін. Немесе қайтадан қайтып электронды поштадан басынан создавать ете салыңыз. Мен почтамен де байқап көрдім, Google-мен де байқап көрдім. Екеуінде де жаңағыдай мәлімет шығып тұр.
Мы не можем создать вашу учетную запись. Условия использования. Неге екенін білмедім. Менде қазір тағы бір рет көрейін мен. Менде сразу кіріп кетіп жатыр. Мүмкін бір ссылка сияқты шығып тұр ғой, политика конфиденциальности деп, может, соны басып көреміз. Жаңағы сервиске вход жасау үшін. Иә, көріңізші. Мгм, жақсы. Мен басқа аккаунттан компьютерден қазір кіріп көріп жатырмын. Меніңкінен кіріп тұр. Білмедім. Немесе продолжи телефон номері дегенмен көріңіздер. Телефон номері деген бар ма? Шығып тұр ма? Жоқ, ондай Азыр жоқ. көрем. Apple, телефон номер деген бар екен. Сонымен көрейік па? Иә, сонымен көріңіздер. Только продолжить Apple деген тұр ғой, оған бассақ кірмейді ғой. Соның астында телефон номер деген бар екен. Менде шығып тұрған жоқ ол. Астына түсіп көріңіздер, астына. Мынаның астында тұр ол. Егер ұялы телефонмен кіріп отырсаңыздар. Меніңкінде қазір екі телефонмен де кіріп көрдім. Менікінен де солай сұрап, бірақ кіріп тұр менікінен. Бұрын тіркелгенсіз. Сіз экранда көріп жіберген продолжить с Apple'дан кейін ешнәрсе жоқ. Қазір мен сіздермен бірге көрейін. Басқа браузерге қарап. Не? Мен осында ChatGPT деп жазамын қазір. ChatGPT деп жаздым. Бірнеше түрі шықты. Бастым. Біріншісін бастыңыз ба? Телефон номерге пароль сұрап тұр ғой. Не пароль қоямыз оған? Өзіміз бір пароль сұрап тұр ғой. Google аккаунттың ба қалай? Сіздер Вайтиді басып жатсыздар ма? Жоқ. Регистрировацияны басып жатырмыз. Мене қараңыздар, мен жаңа браузерге аштым. Тіркелу тегін дегенді бастым. Сізде жоқ екен телефон номер деген. Жоқ, мен ол телефоннан ғана шығады. Мен компьютерде шығып тұр. Телефонымнан солай шығып тұр, телефон номер деген шығып тұр. Міне қараңыздар, кіріп кетті, көріңіздер ма Google-на сразу. Көріңіздерші, компьютер, может быть, басқа компьютерден, басқа соткадан көріп көріңіздер. С помощью Google дегенмен кіріңіздер де кіріп тұр ғой, әріптестер. С помощью Google мен кірдім. Войти с электронной почтой кіріп көрдім. Екеуінде де осылай шығып тұр. С чего начнем деген уже басталып кіріп тұр сізде. Осы жерге тапсырмаңызды бере берсеңіз болады. Айнагүл әріптес. Интернеттеріңіз істеп тұр ма? Иә, істеп тұр. Динара, қандай тапсырма беру керек еді? Яғни өзіңіздің пәніңізді жазасыз. Сол пәніңізді, мысалы, химия пәнінің мұғалімі болсын, немесе право заң бойынша сабақтан беретін болсаңыз, соған жылдық жоспары сұрайсыз. Пәніңізді жазып. Химия пәнінен бірінші курстарға жылдық жоспар. Соны Word түрінде және копировать етіп WhatsApp-қа жіберіп үйренесіз. Қазір мысалға қараңыздар. Мен
Сіздерге экран көрініп тұр ғой, иә? Иә, көріп тұр. Мен сабағын жазып, содан силлабус деп бер деп тапсырма берсем де бола бере ма? Иә, иә, соны айта алмай тұрмын ғой. Дәл осыны копировать етіп, міне қараңыздар, көрініп тұр ма сіздерге, әріптестер? Экран көрініп тұр ғой, иә? Көрініп тұрса, копировать деген жерді бассаңыз, сіз WhatsApp-қа жібере аласыз. Копировать етіп, мен мысалға WhatsApp, мысалы бір әріптесімен бөлісу керек болса, жаңа копировать дегенді бастым. Осылай бөлісіп үйреніңіздер. Копировать дейсіз. Мына поделиться дегенді бассақ кете ма WhatsApp-қа? Ұялы телефоныңызда болса кету керек. Жоқ, ұялы емес, мен ноутпен отырмын. Сол кезде сізден сұрайды, қараңыз, копировать ссылку дейді. Копировать ссылку дейді. WhatsApp-ыңыз не жерде тұрған болса, сізде шығу керек. Так, поделиться. Так, создать ссылку дейді. Сілтемесін жібересіз, сіз басқа бір әріптеске, сонда сілтемесі арқылы кіріп көреді. Так, создать ссылку. Мына шықты, иә, ссылка. Соны енді копировать деймін да, сізге WhatsApp-қа жіберейін. Қазір. Так, вставить. Так, ссылка кетті. Енді осыны баста ашылу керек, иә? Міне мен жібердім ұрпаға. Баспасы көрейік енді. Қайтты. Что у нас получится? Сіз бар ғой, сілтемесін жіберіңіз. Сіз енді файлдың өзін копировать етіп жіберіңізші. Өзін ба, хорошо. Себебі біз көбінесе осыны Word-қа сала саламыз ғой, өзгертеміз мысалға. Жоспар жазу керек бізге мысалға да. Тез жоспар жазып береді. 5-ақ минутта жазып береді. Мен қазір сіздерге тағы қырсырып түсіндірем, ары қарай. Жібердім, иә, осылай ма? Осыны видео беремін. Осыны мысалы біз Word-қа копировать ете аламыз ғой, міне копировать дегенді бассамыз да, кез келген Word-қа жаза аламыз, дұрыс па? Мысалға мен мына жерге жазып копировать деп Word-овский документ ашып қойсақ. Иә, соған сала берсеңіз болады, иә. Қыз, мына жерде сен Word-овский документін қалай ашамын? Енді қараңыздар, сіздерде бір образец жіберді. Срочно мынандай образецке мынандай тапсырма орында дейді, иә? Мысалы бізде, дұрыс па? Сонда сіздің, естіп тұрсыздар ма, әріптестер? Сіз сонда сол тапсырманы, мына плюс таңбасын кім көріп тұр? Сол плюс таңбасына тіркеп, мысалға тіркейм. Басамыз. Добавление ма? Иә. Google Drive бұл жерде рұқсат бермейді қазір. Так, өзімнің файлымды қазір табам, бір жоспар мысалға. Добавить деп едік, андай не шықты жаңа? Открыть, отмена деген шығады ғой, имя файла деп. Мысалға мен бір файлды таптым, мысалы бір жоспарды салдым, қараңыздар. Плюсті бастым да, маған, мен тапсырманы былай берем, маған дәл осылай азот тақырыбында жазып бер. Мен файл образецті жібердім де, ол соған қарап, мысалға сол тақырыпта уже маған мектептің қымыжысын жазып беріп жатыр. Көрініп тұр ғой, сіздерге? Тапсырмасы, топтық жұмыстары мен. Сіздерде дәл осылай добавить папку дегенді қалай қосады дедіңіз, иә? Міне, қайталап айтып жүрем, әріптестер. Плюс деген таңбаны көріп тұрсыздар ма мына жерде? Мышканың. Иә. Осы жерде сіз суреттей қоса аласыз. Мысалы, добавить файл дейді. Мысалға, мына файлды жіберейін, иә? Мына фосфор деп тұр. Подключить Google Диск дейді, Microsoft подключить бір нәрсе деп тұр ғой.
Қалай? Добавить приложение ма? Добавить приложение дейміз ба, или добавить фотографии файлы дейміз ба? Файлы, иә? Добавить фотография файл. Мгм. Содан бір өзіңіздегі бар файлды жібересіз де дәл осылай маған. Мысалға азот тақырыбында. Міне көріп тұрғандарыңыздай азот тақырыбына дәл впередтік жүйеде кәдімгі мысалға барлығын рет-ретімен өзі жасап берді. Мен бұны копировать етіп вордқа салсам да болады, немесе маған ұнамаса толықтыр деп жазам. Яғни толықтырып берді. Міне химиялық реакциялармен толықтырып берді. Химиялық қасиеттерімен деген сияқты. Мысалға қызықты кері байланыс қосшы деп жазам. Рефлексия деп. Азот бөлтелкесіндегі ойлар әдісі дейтін. Міне сіздерге мысалы кері байланыстар ұсыныс беріп жатыр. Яғни өзіңізге ұнаған түрін алсаңыз болады. Дәл осы жерге добавить файл фотографиге келесі тапсырма. Сіз өзіңіздің соткаңызда бір фото болады ғой, соны саласыз, былай тапсырма бересіз ChatGPT-ге. Мына суретке Инстаграмға салатындай тақырып жазып берші деп. Яғни біз қазіргі таңда әлеуметтік желіде кейде не жазатынымызды астына, не айтатынымызды білмей жатамыз, иә? Яғни бір суретті саласыз, немесе файлды салыңыз, мынаған жаңа суретке, мынаған қандай тақырып бересің Инстаграмға. Тақырып жазып берші. Міне әдемі тақырып берді. Үміт, сенім, махаббат. Күн сайын кішкентай қадам, үлкен жеңіске бастар жол. Ол мықты, ол шабыт, ол болашақ сенім ұялатар. Яғни мен бұнда ерекше бала, оңалту орталығы, батыр бала, шабыт кәдімгі астынан не беріпті. Мен бұл жерге қарап тұрсаңыздар, инвалид баланың суретін салған болатынмын. Кәдімгі баланы да ренжіте қоятындай емес, кәдімгі шабыт беретін әдемі тақырып ойлап берді. Сіздер де сондай дәл тапсырма, бір суретіңізді салыңыз да, яғни оған тақырып сұраңыз. Әріптестер түсінікті болып жатыр ма бәрі? Мысалы, мен жаңағы суретке Инстаграмға салу керекпін. Мұнда былай копировать етсеңіз де болады. Былайынан копировать етсеңіз де болады. Немесе мынаны копировать етіп, мысалға WhatsApp-қа жазатын құсат алып тастап жіберсеңіз де болады. Мысалы, міне, мына керек емесін алып тастап, и жаңағы суретті көрейін. Мысалға, жаңағы суретті жіберейін. Мысалы, сол суретке келеді ме названиесі. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Кешіріңіз, мына Word форматтағыны қалай алсақ болады, скачивать етеміз ба? Енді қараңыз. Мынаны Word түрінде алғыңыз келіп тұр ма? Иә, сол Word түрінде жасап берді ғой. Бұл кезде тапсырманы бересіз. Маған Word форматында. Иә, жасап берді, оны. Форматында. Сосын не шықты? Сон енді болды, силабус деп шығып тұр, Word форматына. Оны қалай аламыз өзімізге? Скачать ететін шығады қазір.
астында поделиться деген бар екен, сонымен ба? Міне қараңыз, файлды жүктеу деген шығады. Көрдіңіз, сізде осындай шықты ма? Мысалы мен мынаны бассам, Нет. Аха, скачать файл деп тұр. Аха. файлды жүктеу осы жерде деген басасыз, сол кезде файл жүктеледі. Міне, өзіңнің оны қай жерге сақтайтынын есіңізге сақтап қоясыз и аша бересіз. Мысалы мен ашып көрсетейін қазір Word форматында. Міне ашылып отыр. Яғни Word-ыңызды ары қарай ашып пайдалана бересіз. Кейде сізге ол, егер де мынау сіздерде қазір ақылы емес формат, дұрыс па? Ақылы емес. Мысалы мен айына 10 000 теңге төлеймін. Сіздерде бірақ бұл ақылы жаңағы бесплатно түрін версиясын пайдаланасыз, дұрыс па? Сіз 5 рет қана файлды мынандай жаңағы плюсты пайдалана аласыз күніне. Яғни өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді кетіріп алмаңыз. Сіз бесплатно түрін пайдалана аласыз, бірақ 5 рет қана. Ал егер де сіз 10 000 теңге төлеп қойсаңыз, шексіз пайдалана аласыз. Мысалға, мен сіздерге айтайын, университеттерде дипломдық жұмыс тақырып дейді, тақырып іздейін. Мысалға, группаңызда 20 студент. Мен осылай тапсырма бердім. Дәл осы мысалға өзіңізге ұнаған болса, мысалға, егер ұнамаған болса, мысалы қай саласында Қазақстанда қос деген сияқты ұсыныстарыңыз бар болса, солай жазсаңыз болады. Дәл осы тақырыптарды, мысалы, диплом копировать етіп, өзіңіздің студенттеріңізге бере аласыз, мысалға. Мен сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Мынау қазір ноутбук, менде негізі ұялы телефонымда бар приложение, бірақ мен ноутбуктан кіріп үйренейін деп болмай қалды ғой жаңа. Енді соны әр кірген сайын ссылкамен. Онда сіздерде жаңағы кірмей қалған әріптестер, ұялы телефондарыңызда бар болса, сол аккаунттың пароліңізбен кіресіз, сол аккаунтыңызбен кіресіз. Енді оны қазір сабақтан соң тағы зерттеп көреміз ғой, бірақ әр кірген сайын ссылка арқылы кіріп отырамыз ғой, иә? Жоқ, жаңа мен мысалға осы ChatGPT-ді қараңыздар, былайнан копировать етіп браузерге қосып қойғам. Міне мұнда қосып қойғам. Сіз мысалы мына жерде астарында тұрады, добавить сайт деген. Көрініп тұр ма қазір сіздерге? Иә. Міне осы жерге дайындап қойып қойсаңыздар болды. Сразу кіріп болғаннан кейін қосып қойсаңыздар, сразу паролін сұрамайды, ол кезде сразу кіре береді сізге. Енді қараңыз, мен кірсем, пароль еш нәрсе сұрамайды, мен өзімнің аккаунтыма кіріп тұр. Көрдіңіздер ме? Жақсы, рахмет. Яғни уақытты үнемдеу үшін браузерге қойып қойсаңыздар болады. Қазір егер уақыт бітіп қалса, қайтадан кірейік. 1 минут уақыт қалды дейді. У вас нет учетной записи. Я не могу войти требовать. Қазір